біреуді қарғап өлім тілеген қалай болады дейді. Басына келеді қарғаған адамның. Маған бір азамат келеді да, жылайды. Көзін боздатады. Сонда жаңағы жылап болғаннан кейін айтады да, Нұреке дейді, ау десем, анам дейді, дүниеден өтіп кетті дейді да. Сол кішкентай кезімізде дейді, тұқымың құрғыр деп ұрсатын дейді бәрімізді. Менің дейді, 2 ағам бар дейді, 2-інің де баласы жоқ дейді. Мен 3-шімін дейді, менде де бала жоқ дейді. Сенесіз бе дейді. Сондықтан құрметті аналар, жақсы сөз жарым ырыс, балаңыздың бақыты да, балаңыздың қиянат, қиыншылығы да сіздердің қолдарыңызда. Жақсы сөз айтыңыздар. Періште әумин десін деген сөз бар. Періште әумин дейді. Сондықтан енді Алладан үмітіңді үзбе деп дұға қылып, дем салып бүйтіп жібердім енді. Бірақ айтайын дегенім, айналайын, ата-аналар қайырлысын Алладан сұраңыздар. Ұрпақтарың жайылғыр, көсеген көгергір деген аналардың ұрпағы емес пе, сізді бе едік біз. Не болды сөзімізге? Қарғыс пен лағнет, зұлымдық пен қиянат кіріп кетті.